жол тоюңуздар куттуу болсун. Асла мырза, билесиз, эркектердин эң жакшысы өз үйүнө, өз үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылган деген хадис эсибизге келип кетти. Кудайым буйруса, келечекте көп наристелерди тарбиялап, мына ошол наристелерге ата боло турчу, эне боло турчу күндөрдү жаратканы сиздерге насип этсин. Элибизге, динибизге кызмат кылган балдарды тарбиялап, ата энеге кызмат кылган, ата эненин алкышын тапкан. Бүгүн Жамбырчиевдердин үй бүлөсүнө эмес, Таластыктардын үй бүлөсүнө эмес, бүтүндөй кыргыз элине күйөө ала отурасыз, абдан бир чоң жоопкерчилик ала отурасыз. Аманатка кыянат кылбайсыз деп биз ишенебиз. Дагы бир жолу бакыт каалайбыз, никеңиздер берекелүү болсун. Ғашықтық сезімі ғаламат, толқыныңда аясау теңіздің биік, армандар жиып, керемет қой шынында, біреуді жүрсең сүйіп. Ғашық болу, шын ғашық болу, жаныңда жаны толы нұрға. Ғашық болу, ол азық болу, сүйгеніңе жолығуға. Аялай біл, бағалай біл, соны бұл ғаламда. Ғашық болу, ашып беру, жүрегіңді бір адамға. Деген өте өзгеше ғой, сезімінің суығында ешкім сезбесе ғой. Ғашық болдым махаббатқа, мәңгі жаным құмар сағындырады жаныңды да. Білем, енді сездім ғашықтық сезімді, ғашық болғаннан соң жоғалтып алдым өзімді. Біле алмадым оған қалай жетем, ғашық болу шынымен де нағыз бақыт екен.